Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы тасымал. Тасымал деген не? Тасымал сөздің жолға сыймаған бір бөлігінің келесі жолға бөлініп жазылуы. Сөздің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша, дефис қойылады. Сөзді тасымалдау буынмен байланысты. Тасымалдау кезінде белгілі ережелерге сүйену керек. Сөзді тасымалдау буын жігінен басталады және дауыссыз дыбыстан басталып жасалады. Мысалы, кітаптың деген сөзді тасымалдайтын болсақ, бірінші жолға к сызықша қойып, екінші жолға таптың деген бөлігін тасымалдаймыз. Сол сияқты кітаптың. Екінші, санаулы сөздер дауысты дыбыстан басталып тасымалданады. У, и әріптері бар сөздер тасымалданғанда келесі буын дауысты әріптен басталады. Мысалы, суық, ауыл, буын, қиын, жиын деген сөздерді тасымалдағанда суық, ауыл, буын, қиын, жиын деп тасымалданады. Үшінші, қысқа и, у дыбыстары бар сөздерде бұл дыбыстар келесі буынның басында жазылады. Мысалы, дауыс, қайың деген сөзді алатын болсақ, тасымалдағанда дауыс, қайың деп тасымалданады. Төртінші, үш дауыссыз қатар келгенде алдыңғы жолда екі дауыссызды қалдырып, келесі жолда үшінші дауыссызды шығарып тасымалдайды. Мысалы, құмырсқа деген сөзді алатын болсақ, құмырсқа немесе құмырсқа деп тасымалдаймыз. Сол сияқты жаңғыртты деген сөзді де осылай тасымалдаймыз. Қос сөздер қалай тасымалданады? Мысалы, баға, бала-шаға, ата-ана, көзбе-көз, жылт-жылт, киім-кешек деген сөздер тасымалдағанда алдыңғы бөлігі бірінші жолда сызықшамен қалып, екінші бөлігін жаңа жолға жазғанда алдына сызықшасы қойылып, тасымалданып жазылады. Мысалы, бала-шаға деген сөзді алғанда, бала сызықша қойылып, келесі жолға сызықша қойылып, шаға деген екінші бөлігі тасымалданып жазылады. Енді қандай сөздер тасымалданбайды? Бірінші, сөзді тасымалдағанда бір әріпті жол соңында қалдыру немесе келесі жолға тасымалдау дұрыс емес. Мысалы, бал деген сөзді алатын болсақ, ба сызықша қойып, келесі жолға ұл жалғыз әріпті тасымалдамайды. Немесе б деген әріпті бірінші жолға қойып, келесі жолға тасымалдағанда ал деп келесі әріптерді қойып тасымалдамайды. Екінші, тек бір дауысты дыбыстан тұрған ашық буынды сөздер тасымалданбайды. Мысалы, армия, армия, ата, ана, әке, ауа деп тасымалдау дұрыс емес. Үшінші, бір буыннан тұратын 2, 3, 4, 5 әріптен құралған сөздер. Мысалы, от, нан, қант, бұлт деген сөздер, бұлар тасымалданбайды. Төртінші, 2-3 әріптен құралған я, ю әріптеріне аяқталған сөздер. Мысалы, аю, ою, оя, сия, қию деген сөздер тасымалданбайды. Бесінші, қысқарған сөздер. Мысалы, ТМД, қ-р, б-о-о. Бұл әріптерді бір-бірінен жеке бөліп тасымалдамайды. Алтыншы, қысқарған өлшем бірліктерін сандардан айырып тасымалдауға болмайды. Мысалы, 25 килограмм 100 гектар 30 километр деген сөздерде, яғни 25-ті бірінші жолға жазып, екінші жолға килограмм немесе гектар, километр деп жеке тасымалдауға болмайды. Жетінші, кісі атының қысқартылып алынған әрпін тегінен бөліп, келесі жолға көшіруге болмайды. Мысалы, м-о деп келесі жолға әуезов деп тасымалдауға болмайды. Оқушылар, бүгінгі сабақта алған білімдеріңді бекітуге арналған тапсырмалар кестеде берілген. Осы кестедегі сөздерді қарап отырып,
ақиқат, жалған жауаптарын қосу таңбасымен белгілеп жазуларыңды сұраймын. Енді жауаптардың ақиқат жалғандығын тексеруге болады. Тапсырма бойынша дұрыс тасымалданудың жауабын есте сақтаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.